темой нашего занятия. Какие предположения у вас будут? Символы, язык, еще что? В совокупности, как мы можем назвать? Ну, обратите внимание, великим достижением человечества. Как возникала письменность? Где она впервые возникла? Каким образом она складывалась? Здесь картинка имеет какую-то особенную значимость и носит в себе определенную письменность. Она создавалась как? Вручную? Правильно? А орудия письма были какие? City of Arkalik. It's Dina Bakabayan. She works there. She's acquainted with Ebre Altınsaray creativity. Please look at the board and listen to. Саламатсыздар ма? Ұстаздар қауымы және студенттер Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының мұражайына қош келдіңіздер. Мұражай туралы қысқаша айта кетсем, 1976 жылдан бастап осы институт қабырғасында жұмыс жасап келеді. Осы залда біздің не көруімізге болады? Ыбырай Алтынсариннің қысқаша өмірбаяны, шыққан шыңдары, оқыған мектептері, ашқан мектептері және де ұрпағының табыстаған құнды жәдігерлерді көруімізге болады. Енді бұл жерде тоқтала кететін Ыбырай Алтынсариннің еңбектеріне тоқтала кетсек, мен қазір кішкене бір обзор жасап жіберем, сонымен таныс болыңыздар. Ыбырай Алтынсариннің еңбегі туралы айтатын болсақ, Ыбырай Алтынсариннің ішіндегі еңбектері ең бастысы ол қырғыз хрестоматиясы, білім шырағы деп аталатын бөлімде анықтамасы кітабы 1879 жылы Орынбор қаласында орыс таңбасымен қазақ тілінде басып шыққан көрсетеміз. Жалпы бұл еңбекте мақал-мәтелдер, ұсақ әңгімелер және үлкен кісілерге арналған әңгімелер, әртүрлі бөлім жырлары енген. Келесі шеберлік тағылым қырғыздарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы атты еңбекте 1879 жылы Орынборда басылып шыққан 8 тарауын қысқаша көрсетілген болатын. Міне 8 тарауы. Одан кейінгісі тәрбие бұлағы дейді. Мұсылманшылықтың тұтқасы атты еңбек 1884 жылы Қазақ университетінің типографиясына араб әріптермен басылып шыққан. Бұл еңбекте негізі иман, дін туралы көрсетілген. Біздің енді мұражайымыз осы. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар. How do you understand reading books? Do you like to read something? What's your favorite book? Text about reading books. They say. Do you understand me or not? Да, playing computer. В центре пишем «Книгопечатание способствовало». И дальше пишите. Еще один. С помощью книгопечатания велись счеты, счета, записывались расходы. Вряд ли книга. Изобретение в Китае и Корее, изучение букв, развитие литературы на национальных языках, распространение информации. Of famous people about reading, but they are mixed. Please make up sentences. Да. Не надо? Ага.